Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз бүгін сіздермен қабылдау өткізу құрылғылар пәнінен амплитудалық детектор деген тақырыпта лекцияны өтеміз. Жұмыс істеу принципі амплитуд детектор өте қарапайым. Ең бірінші амплитудалық детектор жұмыс ету үшін оған амплитуда модулированный сигнал қабылдау керек. Бізге пайдалы сигналды бірінші амплитуда модуляцияланған сигналға айналдырамыз. Ол өте қарапайым істелінеді, яғни бізге керекті сигнал үстінде және астына екі еселеніп, ортасына жоғары жиіліктегі радио сигналға толтырылады. Бұл кеңістікке радио жібергіш арқылы жіберіліп, одан кейін радио қабылдағышымен қабылданады. Радио қабылдағыштың біз алдында линиялық тізбекті өтеміз. Линиялық тізбекті өткеннен кейін, яғни жоғары жиілікте күшейтіліп, одан кейін аралық жиілікке ауыстырылып, аралық жиілікте тағы да күшейтіліп, сосын барып бізге детекторге келеді. Детектордың мен қарапайым схемасын ғана сызып қойдым. Бұл жерде кәдімгі жартылай өткізгіш диод. Диодтың жұмыс істеу тәртібін біз бәріміз жақсы білеміз. Яғни ол оң полярлы сигналды өткізеді, теріс полярлы сигналды өткізбейді. Диодтың сыртында, яғни мына сигналдардан тек міне жартылай оң полярлы сигнал ғана өтеді. Бұдан соң бізге осы сигнал конденсатордың басына, яғни плюс жағына келеді. Және резисторға келеді. Екеуі де бірдей уақытта көтеріледі. Кернеу жоғарылаған сайын екеуінде де жоғарыланады. Онан кейін барып, мына жерде тоқтап қалған кезде, яғни пульсация тоқтап қалған кезде, конденсатор разрядталады. Оның тізбегі былай болады: плюс С, резистор, плюс, резистор минус, сосын корпус. Осылай разрядталады. Сондықтан да мынау R нагрузочныйда бізде мынандай төмен болып түсіп қалады. Одан кейін қайтадан конденсатор зарядталады. Резисторда тағы да кернеу көтеріледі. Сосын барып тағы да пульсация біткен кезде қайтадан конденсатор өзінің разрядын через резистор арқылы өткізеді. Сондықтан да бізде шығыс резистор, нагрузочный резистор дейміз. Шығысында мынандай пульсациялық сигнал пайда болады. Қарап отырсаңыздар, біздің сигнал мынаған өте ұқсас. Бізге тағы тізбекке кейбір жерлерде катушка электролизді қосуға болады, бірақ мен бұл схемада қосқан жоқпын. Ол не үшін керек? Ол конденсатордың мысал мақсаты ол тез или жай асықпай заряд алып, тез разрядталу. Сол кезде мында үшбұрыштар, өте сүйір бұрышта үшбұрышта қалып қояды. Катушка индуктивность өзінің несімен бұны жаймен ғана бұрыштарды доғалдандыруға көмектеседі. Тек қана сол үшін болды. Назарларыңызға рахмет.